Қазақстан орталық Азиядағы ең ірі экономика және аймақтың басты инвестициялық орталығы. Қазан айындағы ақпарат бойынша Қазақстанға келген тікелей шетелдік инвестиция көлемі 17,2 миллиард ақш долларын құрайды. 45 жаңа жоба жүзеге асырылып, 6200 жұмыс орны ашылды. Бұл ретте инвестицияның басым бөлігі тау-кен өндіру өнеркәсібіне бағытталды. 6,5 миллиард ақш доллары. Өңдеу өнеркәсібі 2,8 миллиард, сауда 5,3, кәсіби және ғылыми қызмет 0,9 миллиард жұмсалды. Аса ірі инвесторлар Ресей, Нидерланды, Оңтүстік Корея, Бельгия және Қытай. 2025 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындысы бойынша тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы ағыны 10,1 миллиард ақш долларын құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1,1%-ға артық. Елімізге қомақты инвестиция тарту керек. Қазір дүние жүзінде инвестицияға талас күшейіп барады. Жаңа инвестициялық кезеңді бастауымыз қажет. Қазіргі инвестиция тарту саясаты мардымды деп айта алмаймын. Қаражаттың көбі шикізат салаларына құйылып жатыр. Жалпы бұл жаман емес. Осындай инвестициялар бізге қажет. Бірақ қазір алдымызда тұрған міндет басқа. Бұл өңдеу саласына көбірек қаражат тарту. Еліміздің инвестициялық тартымдылығы көңіл қуантарлық. Қазақстанның инвестициялық тартымдылығын арттыратын негізгі факторларға тоқталайық. Геостратегиялық орналасуы. Қазақстан Еуропа мен Азияны байланыстыратын көпір. Ал сол көпірдің үстінде көлік және логистика әлеуеті қарқын алып келеді. Транскаспий дәлізі, Батыс Еуропа, Батыс Қытай сынды маңызды бағыттарымыз бар. Табиғи ресурстар қоры, мұнай, газ, уран, сирек кездесетін металдар шетел инвесторларын қызықтыратын негізгі сала. Еркін экономикалық аймақтар және салықтық жеңілдіктер жүйесі де елге инвестиция тарту үшін қолайлы жағдай жасап отыр. Инвесторларға ұсынылатын салық жеңілдіктерін мұқият ойластырып, байыппен қолданған жөн. Ел экономикасы үшін маңызы, пайдасы бар жобаларға басымдық берілуге тиіс. Жалпы инвестициялық келісім жасау тәсілі өз тиімділігін көрсетті. Ең бастысы, қаражатты мұқият ойластырып жұмсау керек. Бұл іске қажеті болса, сапалы сараптама жасай алатын халықаралық деңгейдегі басқарушылар мен инвесторларды тартуға болады. Экономикамыздың жоғары технологиялық салаларына 1 миллиард долларға дейін инвестиция тарту туралы бағдарлама әзірлеу қажет. Бүгінде болашаққа инвестиция салған абзал. Ол цифрлану мен жасыл энергетика, электротехнологиялар, IT және инновациялық индустриялар. Бүгінде шетелдіктер Қазақстанды ашық экономикасы бар сенімді серіктес және жаңа мүмкіндіктер иелері ретінде қарастырады. Мұнда әрбір жоба ортақ табысқа, ал әрбір серіктестік ұзақ мерзімді сенімге негізделген.